Өте жұмсақ эклер жасайтын боламыз. Ең әуелі сүтімізді, суымызды, қант, тұз, сармаймызды салып, газға орташа отқа қоямыз. Массамыз қайнауға жақын қалған кезде ұнымызды салып, тез жылдамдықпен араластырып аламыз. Содан соң отымыздан алып, бір жұмыртқадан 4 жұмыртқамызды сала отырып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массамызды арнайы қапшыққа құйып, әртүрлі формада жасасаңыздар болады. Дөңгелек, сопақша етіп, мен осындай гүл етіп жасадым. Қызып тұрған пеште 200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Ал мен ішіне заварной крем қолдандым. Келесі постта заварной кремнің рецептісі болады. Осындай жіңішке насаткамен жанынан немесе төменгі жағынан кремді салып шығасыздар. Бетіне сахарный пудра септім. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады, әрі жұмсақ. Сіздермен болған ләззат баршаңызға ас болсын.